Біздің қазақтың қосқан ат алдында келсе, күреске түсірген балуаны жықса, салған құсы алса, қосқан иті өзгеден озып барып ұстаса, есі шығып бір қуанады. Білмеймін, содан артық қуанышы бар ма екен? Әй, жоқ та шығар. Осы қуаныш бәрі де қазақ қарындастың ортасында бір хайуанның өнерінің артылғанына, я бір бөтен адамның жыққанына мақтанарлық не орны бар? Ол озған, алған, жыққан өз емес, яки баласы емес. Мұның бәрі қазақтың қазақтан басқа жауы жоқ. Биттей нәрсені бір үлкен іс қылған кісідей қуанған болып, ана өзгелерді ызаландырсам екен демек. Біреуді ызаландырмақ шариғатта харам, шаруаға залал, ақылға теріс. Әншейін біреуді ыза қылмақтың несін дәулет біліп қуанады екен. Жай болмаса, ана ыза болушы соншалық неге жер болып қалады екен? Жүйрік ат. Кейде ол елде, кейде бұл елде болатұғын нәрсе қыран құста. Жүйрік итте кейде оның қолына, кейде мұның қолына түсетұғын нәрсе. Күшті жігітте үнемі бір елден шығама. Кейде ана елден, кейде мына елден шығады. Мұның бәрін адам өз өнеріменен жасаған жоқ. Bir озған, бір жыққан үнемі озып, үнемі жығып жүрмейді. Соның бәрінде біле тұра, жерге кіргендей болып, я бір арамдығы, жамандығы шыққандай несіне ұялып, қорланады екен. Енді осылардан білсеңіз болады. Надан ел қуанбас нәрсеге қуанады. Һәм және қуанғанда не айтып, не қойғанын, не қылғанын өзі білмей, есі шығып, бір түрлі мастыққа кез болып кетеді. Һәм ұялғандары ұялмас нәрседен ұялады. Ұяларлық нәрседен ұялмайды. Мұның бәрі надандық, ақымақтықтың әсері. Бұларын айтсаң, кейбіреуі рас деп ұйған болады. Оған нанба. Ертең ол да әлгілердің бірі болып кетеді. Көңілі, көзі жетіп тұрса да, хайуан секілді әуелгі әдетінен бойын тоқтата алмайды. Бір тиянақсыздыққа түсіп кетеді, ешкім тоқтатып, ұқтырып болмайды. Не жаманшылық болса да бір әдет етсе, қазақ ол әдетінен еріксіз қорыққанда, я өлгенде тоқтайды. Болмаса ақылына жеңгізіп, мұның теріс екен деп біліп, ойланып өздігінен тоқтаған адамды көрмесің.